Құрметті абонент, сіздің назарыңызға Теле2 ТВ қызметін ұсынамыз. Бұл абоненттерге таңдалған пакет аясында интернет арқылы телеарналар мен бейне контентті көруге мүмкіндік беретін қызмет. Сіз таңдауға болатын 4 пакет түрі бар. Және де сол пакеттер аясында сүйікті бағдарламаларыңызды қайталап қарау және эфирді басқару мүмкіндігі болады, және интернет бар жерде кез келген құрылғыда өз уақытыңызды ыңғайлы етіп жоспарлай аласыз. Әрбір пакет өзінше бірегей. Мысалы, Basic пакетінде 60-тан аса телеарна болады, күніне 27 теңге алынады, қосылу пәрмені жұлдызша 200, жұлдызша 2 тор перне. Келесі пакетіміз премиум пакеті. Онда 110-нан астам телеарна болады, қосылуы 77 теңге болады, және де қосылу пәрмені жұлдызша 200, жұлдызша 1 тор перне. Келесі пакет TV және Megago. 30-дан астам телеарна саны болады, 30 теңге алады күніне, қосылу пәрмені жұлдызша 200, жұлдызша 3 тор перне. Және де қазақша пакеті. Бұл қазақ тіліндегі танымал контенттің Қазақстандағы алғашқы витринасы. Контенттің 80% алғаш рет қазақ тіліне аударылған. Қазақ тіліндегі қазақша пакетіне қосылу пәрмені жұлдызша 200, жұлдызша 4 тор перне, күніне 25 теңге алады. Теле2 ТВ сервисін қосу және пайдалану үшін бірқатар шарттарды ескеру қажет. Ең алғашқысы, қызметке абоненттік төлем алыну үшін теңгерімде толық сома болуы қажет. Және де бірінші қосылу кезінде 7 күн тегін сынақ мерзімі беріледі. Одан кейін абоненттік төлем автоматты түрде алынады. Және де бір жазылым бойынша 5 құрылғыға дейін қосылу мүмкіндігі болады. Ол үшін қосылу кезінде абонентке келген құпия сөзді пайдалану қажет болады. Және де ескере кететін жағдай, 2 пакетке бірдей жазылу мүмкін емес. Қызмет роумингте қолжетімсіз болады. Және де 45 күн қызмет үшін қаражат егерде жеткіліксіз болып алынбаса, абонент автоматты түрде базадан шығарылады. Яғни 46 күн теңгерім толтырылса, абоненттік төлем ұсталынбайды. А егер тарифтік жоспар бұғатталса немесе трафик аяқталған болса, қызмет жұмыс істей береді. Ең бастысы, Теле2 ТВ қызметі үшін абоненттік төлем ұсталынған болуы қажет. Қосылғаннан кейін қызметті пайдалану үшін Теле2 ТВ қосымшасын жүктеп алу қажет. Немесе tv.tele2.kz сайтына өтіп, өзіңізге ұнаған қызықты контентті тамашаласаңыз болады. Айтпақшы, сайттың ішінде қызмет туралы деген бөлімде сіз өзіңізге қажетті бүкіл ақпаратты таба аласыз. Және де Теле2 ТВ қызметін Smart TV-да пайдалануға болады. Ол үшін теледидар моделі LG және Samsung болуы қажет 2015 жылдан бері қарай. Ол жақта App Store дүкеніне өтіп, Теле2 ТВ қосымшасын жүктеп ала аласыз. Егерде Smart TV Android базасында болатын болса, онда Google Play Marketке өтіп, қосымшаны жүктеп алу қажет. Және де телефон нөмірін енгізе отырып, пайдалана аласыз. Теле2 ТВ-ді қосыңыз, себебі бұл телевизияға, телеарнаға деген жаңа көзқарас, жеңіл авторизация, қызықты мазмұн, контент, Теле2 мен бірге тамаша көру сапасы.